Мына әлеуметтік жерде Көптілеу деген бір кісі бар. Сол көп бейне жазбасымен келісемін мен. Өйткені көп нәрсені мынау саясатқа қатысты нәрселерді көп нәрсе айтады, мынау өзгерістер туралы көп нәрсе айтады, мынау Алматы туралы көп нәрселер айтады. Сол үшін де мынау соңғы несін бір көргенім бар. Сонда айтады да, мынау жолдың астынан неге трубалар жүргізеді дейді. Сонда біреу айтыпты дейді, қысты күні мұзы ерісін деп дейді. Күлкінішті нәрсе, ол КСРО-дан қалып қойған нәрселер ғой. Сол системаны алып тастау керек дейді. Негізі қазір енді жаңа салынып жатқан мына қалалар болса, жаңа салынып жатқан микрорайондар болса, мына жолдардың астына трубаларды өткізіп керек емес, коммуникацияларды. Өйткені бір авария болса, сол жерде қазып тастаған кезде мына коллапс болады, пробка болады дейді ғой, мына кептеліс. Машиналарға кедергі болады да жүруге, адамға да кедергі. Сол үшін да мынау жолдың жиегінен жасау керек дейді да ондайда. Сосын мына бағандар туралы, тоқ жүретін бағандар туралы. Қазіргі мына сымдар, жасалып жатқан сымдар өте сапалы, қапталған, иә. Соларда жолдың жиегімен жүргізуге болады. Мына бағандарды қазып, маңқа сияқты ілініп тұрады ғой, тартылып. Сол боран болсын, жел болсын, сол үзіледі де, содан авария болады, бірін-біріне тиіп, замыкание деген секілді. Сол үшін оларды да жолдың жиегімен жүргізсе, петля жасап, олар жыртылмайтындай қылып, бәрін өте керемет нәрсе деймін да. Былай қарап тұрсаң, дамуына жақсы қалалардың. Мынау қазір оптоволокно дейді, мынау Wi-Fi-ларды бәрі жердің астымен жібереді, солай мынау тоқты да жіберуге болады, суды да бәрінде жердің астымен, бірақ жолдың астымен емес. Сол егер сіздер соны қолдасаңыздар, парақшаға жазылыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Өте керемет нәрселер. Негізі біздің дамуымызға, қаланың көркем түрі болуына қатысты нәрселерді айтам да. Ал мынау саясатқа келсек, ол басқа әңгіме.